Жақында Республика партиясының лидері Айдарбек Қожаназаров фермерлер біздікі депті. Бұған айтатыным. Біріншіден айналайын Айдарбек, фермерлер біздікі, олардікі, аналардікі, мыналардікі дейтіндей зат емес. Фермерлерді қорға, дамыт, бірақ риткі салма. Еңбек адамдарын бөлме. Екіншіден Айдарбегінім, парламентке барам десең, әуелі заң талаптарын біл. Халқымызға зиян келтіруші болма. Нақты айтсам, сен ГМО лоббисті екеніңді естідім. Бұл көпшілікке мәлім. Соларды өсіргеніңді өзіңді айттың. ГМО-ның адамға зиян жоқ екенін дәлелденбеген. Сонда Айдарбек жан, өзің басқарып отырған республика партияң ГМО-ларыңды басқаларға үйретпексіңдер ме? Ол дұрыс мәселе емес. Ауыл партиясы, ауыл мүддесін кімнен болса да қорғайтынын біліп жүр Айдарбек. Ауылға зиян келтіруге біз жол бермейміз.